Құрметті қала тұрғындары, сіздерде Түркістан қаласынан ашылған техникалық байқау және автосақтандыру орталығы Түркістан қала тұрғындары үшін BMW автокөлігін ұсынып отыр. Сіз өз көлігіңізді біздің орталықтан техникалық байқаудан өткізіп, көлігіңізді сақтандырсаңыз, осы көліктің иесі болуға сіздің үлкен мүмкіндігіңіз бар. Біз көп созбаймыз. Толық ақпарат алу үшін біздің байланыс телефонымен хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8700-489-0101. Қайталаймыз. 8700-489-0101. Ассалаумағалейкум, құрметті Түркістан қаласының тұрғындары және қонақтары. Бізде осы Түркістанда алғаш рет осы техникалық байқау орталығында өзіміздің розыгрыш бастадық. Иншалла осы Құда қаласа декабрьге дейін ойналады. Декабрьдің 25-теріне уже бітеді, 25-28 аралығы ойнатамыз. Бас жүлде BMW автокөлігі 2001 жылғы рестайлинг М-пакет, полностью машина жағдайы жақсы. Және де телефондар, одан да басқа утешительный талондар, бензин болады. Құда қаласа келіп қатысыңыздар. Бізден өткен техникалық байқауда өткен машиналарға осындай талон беріледі. Осы билет номері және нараға ат жөнін жазып, осы ящикке салып, сол ұтысқа қатыса алады. Мекен жайымыз ескі автобаза, ол новостройка светофорында, базардан өткенде Эврика Сулпак деген дүкеннің алдына магазин светофордан солға бұрылған кезде бір 70 метр жерде орналасқан. Бұның бір ерекшелігі 22 000 шақырым жүрілген. Келесі көлік ресейлік тіркеудегі Nexia автокөлігі. Келесі көлік Audi автокөлігі Қазақстандық тіркеуде. Ассалаумағалейкум, армысыздар, құрметті көлік сүйер қауым, отандастар, біздің арнамыздың тіркелушілері. Әрине аптаның сәрсенбісі әдеттегіше біз өз жұмысымызды бастайын деп жатырмыз. Түркістан қаласындағы Алтынбұлақ автобазары, автокөлік базар әрине. Бүгін 6 қазан 2021 жыл. Бүгінгі біздің Түркістан қаласындағы Алтынбұлақ автокөлік базарына қандай көліктер келгендігін қазір бірге көретін боламыз. Және видеомызды бастамас бұрын алдындағы видеороликке біршама үңілсек, өздеріңіз көргендей автосақтандыру және техникалық байқау жарнамасы болып өтті. Осы бекеттен сіздердің көліктеріңізді өткізсеңіздер, автокөлік ұтуға сіздердің мүмкіндіктеріңіз бар. Және ұтысқа BMW автокөлігін тіккен екен. Көріңіздер, көліктеріңізді сол техникалық байқаудан, автосақтандырудан өткізіңіздер, көліктің иесі болыңыздар деп тілек сіздерге білдіре кетейін. Және сол тілектен кейін біз өз жұмысымызды бастаймыз. Қазір Түркістан қаласындағы автокөлік базары. Назарларыңыз бізде болсын. Біз көлік түсірімізді бастаймыз. Біз түсірімізді бастаймыз. Бүгінгі көлік базарына келген Priora автокөлігі. Түсі қара, Қазақстандық тіркеуде. Приораға қызыққан адамдарға қазір түсіріп өтеміз. Шанақтарында ұрылған жерлері жоқ. Басқаруы мульти кнопкамен екен. Терезелері кнопкамен ашылады. 2012 жылы шығарылған екен. Дискісі титановый, доңғалақтары жейілмеген. Бағасы неше дос? 1,5 миллионға бағаланып тұр. Саудасы бар, әрине. Осы Priora туралы қалған мәліметтер білгілеріңіз келсе, қызыққан адамдарға қазір ұялы телефон айтамыз. Айтып беріңіз. 705 686 61 29. Мен айтпаған қалған мәліметтер болатын болса, осы ұялы телефонға хабарласуға болады. Ресейлік тіркеудегі Nexia автокөлігі. Түсі алтын түс екен. 2010 жылы шығарылған. 2010 шығарылған. Мінеки алдыңғы терезе көтергіші кнопкамен. Кондиционер бар ма ішінде? Кондиционер? Жоқ, полный базы екі алдыңғы электро. Екі алдыңғы есік бөлігінде кнопкамен екен, базовый, кондиционер жоқ. Пробег қандай шақырым? Пробег 125.
125 мың шақырым жүрілген доңғалақтары жаңа желмеген ресейлік тіркеуде. Бағасы неше деп отырсыз? 1 миллион 200. 1 миллион 200-ге бағаланып тұр. Саудасы бар. Ұялы телефон айтып жіберсеңіз? 8705 875 284 284 77 41. 77 41. Қызсаңыздар, осы ұялы телефонға хабарласыңыздар. 04 универсал шанағындағы көлік. Мінекей ресейлік тіркеуде санақтарында кішігірім аздарлық жұмыстары бар. Жылы қандай? 2004 жылы шығарылған дейді. Салонына бір көз жүгіртейік. Салоны таза, жұмысқа қолайлы. Бағасы неше деп отырсыз? Қанша? 850 мың теңгеге бағаланып тұр. Шақырымы қанша шақырым? Жүргізген. Шақырымы 78.344 шақырым жүрілген көлік. Бағасын 850 мың теңге бағаланып тұр. Саудасы бар. Ұялы телефон айтып жіберсеңіз? 776 320 320 0497. 0497. Осы көлікке қызсаңыздар, айтылған ұялы телефонға хабарласуға болады ағайындар. Келесі ВАЗ-2106 автокөлігі міне ақпарат қалдырып кеткен екен. 1990 жылы шығарылған 1.5. Бағасы миллион теңге дейді. Мінекей нөмірі бөлек нөмір. Ұялы телефон 875 857 1968. Бағасы миллион теңге дейді. Бағасын келістірем дейді. Российский ғой негізі, Российский. 67 мың родной пробег. 67 мың, 67 мың шақырым жүрілген өзінің жаңа жүрген шақырымы дейді. Краскілер ше, краски. Родной, бәрі родной. Бәрі өзінікі ғой, краскіленбеген өзінің тума бояуы, тума жүрісі бар, жағдай жақсы дейді. Родной бәрі тұр. Мінекей көрермендер, осы көлікке қызсаңыздар, жаңа айтылған ұялы телефонға хабарласуға болады. Рахмет, саудаңыз болсын. Келесі Opel автокөлігі, YouTube каналымыз, Instagram'ымыз бар. Соған түсіріп жатырмыз. Жылы 92 жылы дедіңіз ғой, Газ, бензин. Газ, бензин, отын түрі. Краскіленген ба саты? Краскіленген, серілген. Бірақ жөндеу жұмыстарын қажет етпейді. Енді майда жүйде, по вкусу не олғандар. Бағасы неше деп отырсыз? 950 мың теңге. Саудасы бар ғой, Қазір бір айналып бір түсіріп кетейік, одан ұялы телефон сұраймыз да. Мінекей Opel автокөлігі Қазақстандық тіркеуде. Өздеріңіз көргендей, ешқандай шанақ көліктерінде ұрылған, сызылған жерлері көрінбейді. Тек бампердің сол жақ бөлігінде кішкене көрінер-көрінбес сызықтары бар екен, бірақ жалпылама көрінісі жақсы. Осы көлікке қыссаңыздар, 1.8 қозғалтқыш күші. Қыссаңыздар, ұялы телефон сұрап көреміз. Ұялы телефон айтсаңыз? 875 875 714 714 48 41. 48 41. Кондиционер бар ма ішінде? Кондиционер жоқ. Кондиционер жоқ. Шақырым білесіз ба? Жүрген шақырымы. 334 мың 152, 334 мың 152. Рахмет, саудаңыз болсын. 2107 автокөлігі. Шие түсті, ресейлік тіркеуде. Доңғалақтары қысқаға дайындап қойған екен. Салоны таза. Мінекей жалпы көрінісі осындай. Шие түсті. Карбюратор ғой? Инжектор, инжектор мотор. 2007 ма? 2007 жылы шығарылған. Алдыңғы лобовой айнасы сынған жерлері бар. Бағасының қанша деп отырсыз?
720 болса беріп жібереміз. 720 мың теңгеге бүгінгі Түркістан қаласында автокөлік базарында бағаланып тұр. Қалған мәліметтерді қазір ұялы телефон сұрап көреміз, содан сұрап білуге болады осы көлік жайында. Ұялы телефон айтып жүріңіз. 8700 8 700 545 545 80 90. 80-90. Осы ұялы телефон хабарлассаңыздар, осы көліктің саудасын жасай аласыздар. Рахмет. Жақсы, рахмет. Келесі көлік Nexia автокөлігі ресейлік тіркеуде, түсі алтын, 2013 жылы шығарылған. Бана видеоның алдында тағы біреу түсірген болатынбыз. Екінші көлік Nexia автокөлігі. Қосымша ішінде кондиционер бар ма? Базовый. Базовый дейді, кондиционер ішінде жоқ. Дегенмен айна көтергіштері қол ручной екен. Бағасы нешеде бас? 1 миллион 50 мың теңгеге бағаланып тұр. Саудасы бар. Ұялы телефон 1.5, 1.6? 1.6, я? Шақырым, қанша шақырым жүрген? 290? Негізі ауысқанға жетіп көреді. 290 мың шақырым жүрілген дейді. Шиток ауысқан ресейлік тіркеуде. Бағасы 1 миллион 50 мың теңге бағаланып тұр. Ұялы телефон айтып өтсеңіз? 771 8 771 671 13 13 қырсаңыздар, осы ұялы телефонға хабарласуларыңызға болады. Рахмет. Келесі автокөлік Volkswagen Golf автокөлігі. Міне Қазақстандық тіркеуде, түсі ақ екен. Спорттық көріністегі автокөлік. Дискісі титановый. Беріліс қорабы автомат екен. Беріліс қорабы автомат. Қозғалтқыш күші 2 қой, ә? Қозғалтқыш күші 2. Кондиционер бар ма? Кондиционер бар екен. Терезе көтергіштері кнопкамен, салоны таза. Беріліс қорабы міне өздеріңіз көргендей автомат. Шақырым қанша жүрген? Километр қанша жүрген? Шақырым. Білмейсіз қой. Бағасы 2 миллион 300 мың теңге деп тұр. Саудасы бар дейді. Мінекей ұялы телефон айтып өтсеңіз. 707 877 546 546 60 64. Мінекей ұялы телефон алдық. Хабарласуға болады. Осы көліктің иесі болуына сіздерге тілектеспіз ағайындар. Келесі көлік Nexia автокөлігі міне өздеріңіз көргендей терезе көтергіштері кнопкамен екен, әрине механика болар. 1.5 пе 1.6 ма? 1.5. Полный комплектация ме? Тек қана кондиционер жоқ, қалғаны барлығы жаныңа не керек сол бар. Ақ түсті Қазақстандық тіркеуде екен. Жағдайы көрініп тұрғанда керемет. Түсі ақ. Дайын ғой, негізі жөндеу жұмыстарын қажет етпейді. Дайын көлік, шанағында ешқандай сызылған, ұрылған жер жоқ. Жылы 2014 жылы шығарылған. Шақырым ше? Жүрілген шақырым километр. 170 мың шақырым жүрілген. Саудасын жасайым десеңіздер, ұялы телефон сұрап көреміз. Бағасы нешеде отырсыз? 2 миллионға бағаланып тұр, саудасы бар. Ұялы телефон айтып өтсеңіз. 878 276 17 44. Мінекей. Қырсаңыздар, хабарласыңыздар. Ұялы телефон көрсеткендей осы. Келесі көлік 2106 ВАЗ автокөлігі. Жағдайы жақсы көрініп тұр. Салоны таза. Жылы қандай? 2000 жылы шығарылған, я? 2000 жылы шығарылған. Қазақстандық тіркеуде екен. Краскіленген ғой негізі. Істетілген. Жөндеу жұмыстарын қажет етпейді. Бағасы нешеде бар? 750 мың теңгеге бағаланып тұр. Ұялы телефон айтып өтсеңіз. Қазір ұялы телефон сұрап көреміз. Қызыққан адамдар үшін. Сегіз 776 237 20 02
Мінекей, ұялы телефон 2002. Баз 2106 автокөлігі. Келесі көлік Audi автокөлігі. Қазақстандық тіркеуде. Шығып кетейік, мына жерге жазып кеткен екен. 95 жылы шығарылған екен. Қозғалтқыш күші 2006. Бағасы 2.800.000 теңге. Әрине саудасы бар. Ұялы телефоны 8701 364 96 94. Ұялы телефон. Audi автокөлігі. 07 мінекей. Ақ түсті, алыстан қарағанда көз тартып тұр. Бұның бір ерекшелігі 22.000 шақырым жүрілген автокөлік. Мінекей, салоны таза. 22.409 шақырым жүрілген. Жаңаның иісі шығып тұр. Краскасы өзінікі ғой? Ол баллондарына ішіміз завод. Мінекей, баллондарына дейін өзінікі. Ешқандай ештеңе ауыспаған, ештеңе істетілмеген. 22.000 шақырым жүрілген 2107 автокөлігі. Түсі ақ. Нөмір қандай? Шот Қазақстан. Қазақстан ма? Кешіресіздер. Қазақстан тіркеудегі көлік. Жылы қандай? 2008 жылы шығарылған. Бағасы неше табасыз? 1.800.000, 1.800.000 теңгеге бағаланып тұр. Қазақстандық тіркеуде 22.000 шақырым жүрілген бас 2107 автокөлігі. Түсі ақ. Қызықсаңыздар, алыстағы ағайындар үшін қазір ұялы телефон сұрап көреміз. Ұялы телефон 771 8771 793 793 1384. 1384. Хабарласыңыздар. Хабарласуға болады осы ұялы телефонға. Қалған мәліметтер сол ұялы телефоннан біле аласыз. Саудасы бар. Келесі қызыл ғой? Келесі көлік міне 2107 қызыл автокөлігі, қызыл шие түстес ресейлік тіркеуде екен. Бұның да бағасын сұрап көреміз. Бағасын нешеде осы? 650.000 теңге, 650.000 теңге дейді ресейлік тіркеуде. Жылы қандай? 1990 жылы шығарылған. Доңғалақтары жейілмеген. Сүріп көрейік. Бағасын көрдіңіздер, саудасы бар. Ұялы телефон сұрап көреміз. Ұялы телефон айтып. Телефон айтып өсіңіз. 8778 8778 169 169 49 49 41. 41. Осы ұялы телефон хабарлассаңыздар, осы бір 2107 автокөлігінің саудасын жасай аласыздар. Рахмет. Келесі көлік базарына келген ИЖ автокөлігі, міне жүк көлігі десек те болады. O da Pirashkovos. Иә. Бұрынғы ресейлік тілмен айтқанда пирожковоз деп жатады. Міне артында багаж бөліктері. Мінекей салон. Шақырым. Неше шақырым жүрілген? Көріне ме? Километр. Басқаша екен де бұныкі. 650 деп тұрды. Астындағы ғой. Астындағы 0191 деп тұр. Енді басқаша екен бұлан шақырым жүрген. Жылы қандай? 2004 жылы шығарылған екен. Нешеде басып бұны? 900 сұрап жатыр. 9.000 теңге саудасы бар ғой? Иә. Саудасы бар, базары болған соң саудасы болды. Әрине қазір ұялы телефон сұрап көреміз. Қалған мотор жағын көрейік. Жигулевский, карбюратор, иә? Карбюратор. Басқа жұмыстар қажет етпейді ғой, бөлек. Бәрі дайын ғой. Шаруаға міне бөлігі дайын. Иә, шаруаға дайын міне көлік иесіне, алушы иесіне дайын көлік екен. Ұялы телефон айтып өтсеңіз. 771 8771 794 794 73 63. 73 63. Мінекей ұялы телефон қалдырдық, хабарласыңыздар, осы көліктің иесі болыңыздар. Рахмет. 2107 жылы қандай? 2011 жылы шығарылған. Бір түсіріп көтейік. Түсі серебристі екен.
Доңғалақ, қысқы доңғалақ екен, иә? Бағасы неше деп отырсыз? Баға 850 деп тұр. 850 мың теңгеге бағаланып тұр, саудасы бар. Ресейлік тіркеудегі көлік. Міне нөмірі. Ходовкілерінде ешқандай жұмыстар жоқ, барлығы. Жұмыс мінуге дайын дейді көрермендер. Мінуге дайын, ешқандай қажетті артық жұмыстарды қажет етпейді. Бағасын 850 деп тұрсыз ғой. 850 мың саудасы бар. Қазір қызықсаңыздар, ұялы телефон сұрап көреміз. Ұялы телефон айтып берсеңіз. 776 8776 318 318 28 38. 28 38. Мейрамбек. Мейрамбек, иә? Қанша шақырым жүрген? 78 мың болу керек. 78 мың пробег. 78 мың, иә? Инжектор ғой бұл? Инжектор. Инжектор. Келесі мынау Chevrolet Lance, иә? 2007 жылғы дейсіз. Кондиционер бар ма ішінде? Бар. Кондиционер бар, иә? Мынау терезелері кнопкамен ғой? Екеуі алдыңғы екеуі электропакет, артқы екеуі ручной. Беріліс қорабы механика екен. Объемы қандай бұның? Объем 1/6. 1/6 объемы. Бағасы неше деп отырсыз? Бағасы 950 деп тұр. 950. Саудасы бар. Саудасы бар. 950. Ұялы телефон, жаңа ұялы телефон ғой? Дәл өзі. Иә, ұялы телефоны, мына бір 2107 ұялы телефон алдық. Сол кісіге хабарлассаңыздар, осы екі көліктің саудасын жасауға болады ағайындар. Рахмет саудаң. Рахмет. Opel Astra автокөлігі, седанында. Қазақстандық тіркеуде 1/6 дейді. Жылы қандай? Жылы 93. 1993 жылы шығарылған, иә? Кондиционер бар ма ода? Кондиционер жоқ. Қанша шақырым жүрілген? Шақырым білмеймін оны. Иә, оны байқамай көрмепті. Бірақ анау қосымша жұмыстарды қажет ете ме? Бұлар жөнделген, дайын ба бұл алушы иесі? Айдайсында кете бересің соң. Иә. Бәрі дайын дейді. Қосымша қазір салон бір көрейік. Мінекей салоны. Бағасы неше деп отырсыз? 900 деп тұрмын. 900, саудасы бар. Саудасы бар. 9000 теңге саудасы бар. Қазір ұялы телефон айтып берсеңіз, көрермендерге. 8776 8776 836 836 5538. 5538. Рахмет. Көрермендер, қалған мәлімет сұрағыларыңыз келсе, комментарияға жазып қалдыңыздар және осы көлікке қызықсаңыздар, айтылған ұялы телефонға хабарласуға болады. Рахмет, саудаңыз болсын. Көрермендер, мінекей өздеріңіз көргендей Түркістан қаласындағы автокөлік базарын түсіріп кеттік. Барлығы сіздер үшін. Және біздің арнада қандай видео көргілеріңіз келеді, комментарияға жазып қалдырыңыздар. Біз сіздердің ұсыныстарыңызды орындайтын боламыз. Мінекей осымен бүгінгі біздің жұмысымыз өз деңгейіне, өз соңына келіп жетті. Біз тоқтамаймыз, біз жұмысымызды жалғастыра береміз. Бүгін мен осы. Келесі кездескенде сау саламатта болыңыздар. Әрқашанда еліміз аман, халқымыз тыныш болсын.